Өмірде адамға берілетін бір ғана кепілдік бар, өлім. Қашан өлетініңді білмейсің, бірақ өлетінің ақиқат. Ал өмірде тірі адамға берілген ең қымбат, ең маңызды нәрсе ол еркіндік пен мүмкіндік. Еркін адам өмір сүру үшін жауапкерлікті өз алуға тура келеді. Сондықтан да көп адамдар еркіндіктен қашады. Мүмкіндікті көру үшін адамның санасы шектеуден арылу керек болады. Бірақ оған белгілі басқыш керек. Бір кезде бір адам өмірден өтіп, Құдайдың алдына барған кезде, оның бүкіл өмірін көрсететін мүмкіндік туыпты да. Ол адам ойлапты, менің өмір сүрген жердегі өмірімді көрсететін шығар деп. Басынан өткен күндерін емес, әсілінде оған қалай бір мүмкіндіктер берілгенін көрсетіпті. Егер ол сол кезде шешім қабылдаған болса, өмірі былай болатын еді. Бір кезде талдау жасаған болса, еркін өмір сүрсе былай болар еді. Мүмкіндіктер өте көп екен дейді да. Сол мүмкіндіктерді ол ешқашан көре алмаған және ол еркін өмірді талдамаған. Өзінің сол мүмкіндікпен өмір сүргенде қандай керемет өмір сүретінін көріп, өкініштен өзегі өртеніп жылаған екен. Өмірінің соңына келген кезде бірсыпыра адамдар өткен өміріне белгілі бір талдау жасап, өзінің жасамаған істері үшін өкінеді дейді. Бірақ ол кезде өкінгенмен де кешігеді. Сондықтан өмір қысқа, ертерек шешім жасап, еркіндік пен мүмкіндікті жіберіп алмауға тырысыңыз.